Дулат Исабековтың сүйікші әңгімесі бірнеше минутта. Желтоқсанның ызғары сүйектен өтіп, дүниені меңіреу тыныштық басқан шақ. Қорым іші қырауға көміліп, аппақ дүниенің ортасында жалғыз ғана қарауытқан бейне мола қазушы шал. Қолында күрегі үнсіз ғана қар кешіп жүреді. Аты тұңғыш, бірақ ел оны атымен атамайды. Тұйық мінезі, томаға тұйық тіршілігі үшін жұрт оны үндемес деп кеткен. Оның өмірі күрек пен қабір. Қалғаны үнсіздік. Бірақ сол үнсіздіктің түбінде қатпар-қатпар қайғы, көмілген шындық жатыр. Баяғыда әкесі Қомшабай баласының қазасына кінәлі атанып, өтей алмас құнның өтеуіне жалғыз ұлын аманатқа тастап кетеді. Содан бастап тұңғыштың балалығы үзіліп, тағдыры басқа арнаға бұрылады. Ол аманат балаға айналады. Өмекей мен Үктайдың қолында күн кешеді. Күн кешеді деу аз, құлдық ғұмыр кешеді. Бір ауыз жылы сөзсіз, мейірімсіз ортада тірі жетімге айналады. Анасы іздеп келіп бауырына басқанымен баласын алып кете алмайды. Амалсыз кері қайтады. Қыс ішінде ел үдері көшкенде жаңа туған сәби үсіп шетінеп кетеді. Ал тұңғыш тірі қалады. Бірақ тірі қалу бақыт емес еді. Ол енді кеңкелес атанып мал соңына салынады. Адам емес, көлеңке секілді күн кешеді. Жылдар өтеді. Бір күні ол бәрінен безіп қашып кетеді. Даланы паналап иенді кезеді. Сол жолда диуана кемпірге жолығады. Кемпір оны ертіп жүріп, ел аралауға, тіршілікке бейімделуге үйретеді. 15 жыл бойы көрмеген қорлығы қалмайды. Бірақ уақыт өте келе, жүрегі қатып, бәріне көндігіп кетеді. Көндіккені мойындағаны емес, тек тағдырмен тілсіз келісімі еді. Ақыры Ноғай молашының қасына тұрақтап сүйекші атанады. Қорым оның үйі, қабір оның тыныштығы. Тірілерден көрмеген мейірімді ол өлілердің үнсіздігінен тапқандай болады. Ал Өмекейше, ар алдында тыныштығын жоғалтқан ол жыл өткен сайын баяғы жетімнің жанарын есіне алады. Тағдыр оны да аямаған. Өмір соққысы көбейген сайын бір кезде жасаған қатыгездігі жүрегін тіліп өтеді. Өлім аузында жатып Өмекей, сол бейбақты тауып әкеліңдер. Кешірім сұраймын деп Үктайды жұмсайды. Үндемес еріп шығады. Бірақ туған жерге, анасы жатқан Қабантауға жетер тұста тағдыр тағы да тіл қатпайды. Ол үнсіз ғана көз жұмады. Оны анасымен шетінеп кеткен інісінің жанына жерлейді. Көптің ішінде тек Өмекей ғана өкіріп жылайды. Бір ауыз сөзбен, жалған айыппен бір адамның бүкіл тағдырын күйреткенін енді түсінгендей. Бірақ кешеді, ал шындық ше, Қомша кінәлі емес еді. Бай баласының өлімі жала. Бірақ жала кейде ажалдан да ауыр болады. Өйткені ол бір адамның ғана емес, бірнеше тағдырдың тамырын қияды. Сүйекші әңгімесі адамға ой салатын нағыз туынды. Келесі қай шығарманың мазмұнын күтесіз? Комментарийге жаза кетіңіз. Маған тіркеліп кетуді де ұмытпаңыз.